халықаралық емтихандар мен ұлттық бірыңғай тестілеу ОБТ жайлы сөз қозғайтын боламыз. Тек қана ағылшын тілін білу деңгейін тексереді. Ең басты айырмашылығы ол жерде математикада қосылған, математиканы да ағылшынша тапсырады. На самом деле многие сомневались в том, что смогу ли я набрать нормальный балл на SAT. Я подготавливалась всего 2 месяца. 2 айдың ішінде вообще SAT емтиханын білмейтін оқушы 2 айдың арқасында зияткер хайскулда 1180 балл жетеді. Мен өзім SAT-ді 3 рет тапсырғам, IELTS 5 рет тапсырған адаммын. Біздің осы зияткер хайскулдың основателі, яғни құрылтайшылары да өзіміздің сол Ниш ХБН және де Ниш FM-мен де жұмыс жасаған. Американың 20 университетіне тапсырғам. Бұл жердегі оқушылардың көбісінің амбициялары өте үлкен. Жоқ, сенің ответің дұрыс емес, мен саған дәлелдеп беремін. Яғни НУЭТті тек қана Назарбаев университетіне тапсыру үшін қолданамыз, ал SAT-ді шетелдік университеттерге және біздің Қазақстанның Назарбаев университетіне тапсыру үшін қолданамыз. Бүгін Бекасыл ОБТ азынды тапсырып, кешке подкастта отырмыз ғой. Бір ғана сабағына келіп көріңіздер, одан кейін зияткердің айырмашылығын түсінесіздер деп айтар едім. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы кеш. Бүгін бізде зияткердің дәстүрлі подкасты, және бүгін біз SAT экзамені емтиханы туралы және IELTS емтихандары, жалпы халықаралық емтихандар мен ұлттық бірыңғай тестілеу ОБТ жайлы сөз қозғайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Гүлсім атты оқушымыз Бекасыл және біздің зияткер хайскулдың керемет мұғалімі, проферентолог және SAT маманы Жанерке Тойшбекқызы. Қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға сәлем. Рахмет шақырғандарыңызға. Енді сөздің басын ең әуелі бірден SAT емтиханы дегеніміз ол қандай емтихан, сол жайлы айтып кетсеңіз. Бірден бастаймыз ба? Бірден. SAT ол бізде халықаралық емтихан, яғни Қазақстан ғана емес, барлық мемлекеттер тапсыра алады оны. Бітіруші түлектер тапсыратын емтихан. Біздің ОБТ-ның балама түрі, халықаралық түрі. Ол жерде оқушылардың математикадан білімі және де ағылшын тілінде тестті түсінуі және ол текстті түсінуі және ол текстті анализ жасап, сол текст бойынша сұрақтарға дұрыс жауап беруін тексереді. Яғни математика және де критическое мышление деген екі бөліктен тұрады. Бұл емтиханды в основном оқушылар негізінде университеттерге тапсыруға, университеттен грант жеңуге тапсырады. Сол мақсатта. Және де оның өте бір плюсы бар, біздің өзіміздің ОБТ-ға да конвертация болады. Онда SAT жайлы максимальный балл қанша балл? SAT-дегі максимальный балл ол 1600 балл. 800 математикасынан, 800 критикалық ойлаудан. Грантқа және университеттерге тапсыру үшін пороговый қанша жинау керек сонда? Әр университетке әртүрлі, бірақ біраз университеттер 1100-ден бастап қарастырып бастайды SAT-ді. Яғни 1100 балдан асқан SAT ол бір керекті, кәдімгідей бір нәрсеге әсер ететін балл болып саналады. SAT IELTS-тан бөлек емтихан, екеуі қандай айырмашылығы бар? IELTS ол тек қана ағылшын тілін білу деңгейін тексереді. Ал SAT-дағы жаңа критикалық ойлау деп жатқанымыз, ол ағылшын тіліндегі текстті қорытуы оқушының. Ол жайлы сұрақтарға жауап бере алу, аналитика, өздері оқушы текстті, ақпаратты өзінен өткізіп, өзінің білімімен толықтырып, сұрақтарға жауап бере алу керек. Яғни бұл жерде ағылшын білу деген ол міндетті нәрсе. Ал IELTS-та ол сен ағылшын білу деңгейін тексеретін емтихан. Және де SAT-дің ең басты айырмашылығы ол жерде математикада қосылған, математиканы да ағылшынша тапсырады. Керемет. Енді біздің подкастта осы SAT емтиханынан жоғары көрсеткіш көрсеткен оқушыларымыз отыр. Соның бірі Бекасыл, Гүлсім. Енді сіздерге де сөз кезегін берейік. Биыл SAT емтиханын сіздер тапсырдыңыздар. Қанша балл жинадыңыз, Бекасыл? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің атым Бекасыл. Зияткерде 2 жыл оқыдым. Мен SAT емтиханын 2 рет тапсырған болатын. Басында аздау балл алып қалдым, 1060 балл алдым. Алайда маған мұғалімдер одан сайын мотивация беріп, жоқ берілме, тағы тапсыр деп маған мотивация берді. Ал екіншісінде мен 1060-ты қай кезде жинадық? 1060-ты декабрьде жинадым. Желтоқсан айында, Желтоқсан айында, 2023-те. Ал екіншісін тапсырдым, 1230 деген балл алдым. Оны мен 2024-тің мамырында алдым.
мұғалімдерге алғысым шексіз. Бізді көп дайындады. Аз балл алсам да маған мықты мотивация берді. Математика мұғалімдері және де профориентолог Жанерке апайымыз да көмектері шексіз. Оларға алғысым шексіз, иә. Өте керемет. Енді Гүлсім, сен SAT-ден қанша балл жинадың? Всем здравствуйте, меня зовут Гульсым, я учусь в Зияткере на протяжении года. Я пришла в Зияткер, потому что к нам приходили в школу и рекламировали, сказали то, что вот есть такие экзамены, как SAT и IELTS, и их нужно сдать, чтобы поступить на Назарбаев университет. И поэтому я решила проучиться здесь. На самом деле многие сомневались в том, что смогу ли я набрать нормальный балл на SAT, так как я обучалась лишь меньше года. Но благодаря мотивации учителей, со стороны учителей и благодаря учителям, которые преподавали нам SAT, я набрала довольно-таки хороший балл для себя, 1180, и по математике я набрала 740, что является очень хорошим результатом, я И бұл считаю. қанша ай дайындық тек қана? Я сдавала в начале ноября, так что я подготавливалась всего 2 месяца. До этого я не знала даже структуры SAT, я не знала, какие предметы сдаются на SAT и так далее. Так что я считаю, что это очень хороший результат для меня. Иә, Гүлсім басында келгенде бұның базасы математикадан да ағылшын тілінен де средний базамен келді негізі. Басында қанша балл жинадыңыз сіз келгенде? Пробныйлардан қанша жинайтын едік Гүлсім? Пробный очень мало. Ну, самый высокий у нее бір айдан кейін бір уже 890-900 жинап бастаған. Аха, Иә? ол қай кезде? Ол сентябрьдің соң жақтарында. Қыркүйек айының соңында. Қыркүйектің соң жақтарында. 890 балл жинады. 800-900 балдар Это жинайтын. ол ең үлкен. Ол уже максимально. біраз нәрсені біліп, ол молодец Гүлсім деген сондай комментариймен жинайтын баллы тұғын. Ал соңғы сіздің нәтижеңіз 1180. 1180 балл. Өте керемет жетістік деп білеміз. Я енді бұған дейін сіздер SAT емтихандарын білдіңіздер ме? Қай кезде білдіңіздер SAT емтиханы бар екендігі және соған дайындалу керектігін? Маған бұл мектепті өзім ағам рекомендовать еткен болатын. Өзім ағам дайындалған, тапсыруға, шетелге тапсыруға дайындалған. Мен SAT емтиханын IELTS жайлы өз ағамнан білдім. Оған да рахмет. Ол маған осы мектепті рекомендовать етті. Осы жаққа кел, осы жерде Қай жақсы сыныпта дайындайды. білдіңіз сонда? 10-шы сыныпта білдім. 10-шы сыныптың қыркүйегінен бастап мен осы мектепте оқуды бастадым. Басталмай тұрып естігенсің, иә? Иә. Сіздің ағаңыз біздің мектеп жайлы қайдан біледі? Менің Оқыды ма ағамның осы жерде? жоқ, класстастары оқыған, класстастары осы жерді бітірген, және де жақсы отзывтар қалдырған. Сол себепті мен осы жаққа келдім. Өте керемет. Гүлсім, сіз қайдан естідіңіз? Как я отметила, я узнала об этом экзамене благодаря Жанерке Ташбековне. Она к нам пришла, получается, в школу и рекламировала Зияткер. И По вот, профориентационным делам, да, мы да, приходили? вот вы говорили про вот SAT, IELTS, то, что это необходимые экзамены, чтобы подаваться за границу. Но так как я первый ребенок в семье, и плюс мой отец не разрешает подаваться за границу, я об этих экзаменах до этой школы даже и не знала. Сіз сонда Зияткер хай скулға келіп қана SAT емтиханын білдіңіз. Бар екенін білдіңіз және бір жылдық дайындықтың ішінде 1180 Екі ай. Екі ай. Екі ай ғана ма? Я Сентябрьде катаюсь келді, месяца. қыркүйек айынан бастап біз дайындалдық Гүлсіммен, сосын ноябрьдің төртіне тапсырды. Всего 2 Сол месяца. кездегі 2 алған. айдың ішінде вообще SAT емтиханын білмейтін оқушы 2 ай дайындықтың арқасында Зияткер хай скулда 1180 балл жинап отыр. Иә. Өте Оған дейін керемет. мүлдем құрылымын білмейтін, мүлдем естімеген, бірақ әрине базасы бар, бірақ ағылшынша тапсырып көрмеген бұған дейін. Сондай. Енді келесі сұрақ Жанерке Тошбекқызы сізге. Бізде осы Зияткер хай скулдың тарихында ең үлкен SAT-ден жоғары балл жинаған оқушы бар ма? Иә, ондай оқушы бар. Бізде ең жоғарғы балл 1430 болды, қателеспесем. 1600 балдан 1430 балл жинаған. Қара шаш деген бір қызымыз, 2022 жылғы түлегіміз, бірінші жылғы түлегіміз біздің. Ол қыз сентябрь айынан, қыркүйек айынан бастап желтоқсанға дейін дайындалды.
вот Бекасыл біріншісін тоже сөйтіп тапсырған тұғын, иә, желтоқсан айында. Ол қызды солай тапсырған 1430 балл Өте жинады. керемет. Иә, ең біздің рекордымыз сол. Одан кейін уже бізде Бауыржан деген оқушымыз бар, қазір Назарбаев университетінде оқиды. Ол да бір қателеспесем бір 10 балақ кем ау деймін сол рекордымызда. 1420 ма сондай болу керек ол Бауыржан. Айта кететін нәрсе, бізде былтырғы Бауыржан атты түлегіміз қазіргі таңда Назарбаев университетінде студент болып оқиды. Иә, біздің Зияткер хайскулдың түлегі. Иә. Бауыржан, көріп отырсаң саған сәлем. Сәлем. Бауыржан жалпы Назарбаев университеттерінің тапсырудағы бір рекордты жаңартатындай жаңалық болған былтыр. Ол жерде мынандай ситуация болды. SAT-ді былтыр тапсырған оқушылардың арасында біздің Шымкенттегі ниш және де КТЛ-дардың арасында средний баллы өте қиын болды. Негізі себебі былтыр формат өзгерді. SAT paper'дан біз SAT computer based-қа өттік, яғни new SAT деп аталады. Ол қазір жаңартылған форматы. Сол себепті көп оқушыларда именно жаңа форматта қиындықтар көп болды. И сол кезде бізде ништің оқушыларында мысалы 1300-1380 болды жинаған балдары. Ал біздің Бауыржан сол новый форматқа біз өте тез адаптация жасадық. Мен бір 2 аптадай бүкіл интернетті ашып, бүкіл варианттар қалай информация іздеп, Данияр ағай екеуміз, Данияр ағай ол бізде математикадан береді SAT-дің. Екеуміз 2 апта бойы жаңа материалдар іздеп, қалай форматы қалай өзгеріп жатыр деп Бауыржанмен бірге солай дайындалып, біз сонда рекорд қойған тұғымыз. Шымкент қаласында бізде ең жоғарғы рекорд болды, сол март айында тапсырған SAT-дан. Жалпы қанша жылдық тарихта ол рекорд болып отыр, сонда салыстырмалы түрде алатын болсақ? Шымкент бойынша ма? Иә. Негізінде мен өзім ништі бітірген жылдары 1460-1480 деген балл бір жай балл болып саналатын негізі. Ол кезде себебі 1580-1590 алатын Шымкенттің өзінің түлектері. Бірақ та соңғы 2021 жылдан бастап деймін, формат өзгеріп бастады, SAT өте қиындап бастады. Сол себепті бізде средний балл, ең бір жақсы балдардың бірі 1320-1330, соның өзі бір жоғары балл болып саналып кетті. Және де оқушылар түсіне бастады, 1300-бен де грантқа түсуге болатынын. Бұрын біз тек ойлайтынбыз 1600 жинау керек грантқа түсу үшін деп. Ол нәрсенің барлығы уже бізге ақиқат болып басталды. Сол себепті де көп оқушылар мысалы 1300 аламау, соған қанағат тұтып қоя салады. Сондай деңгейге жеттік. Сондықтан соңғы 3 жылдағы бір рекорд болған шығар деп ойлаймын. Өте керемет. Енді Бауыржан Зияткер хайскулда SAT тапсыру арқылы SAT-ге дайындалып, SAT тапсыру арқылы Назарбаев университетіне түсті, оқуға түсті. Өте керемет. Енді Бекасыл мен Гүлсімге сұрақ қойып келіп отыр. Жалпы SAT-ге дайындық барысында қандай қиындықтар болды? Неден қиналдыңыздар? Менде 2 секциядан да қиындықтар болды. Reading writing-тан менде грамматика нашар болды. Оқуымда өте баяу оқитын едім. Бірақ күнделікті практикалар арқылы мен жақсы балға нәтижеге жеттім. Грамматикам максималды түрде көбейтіп, одан 100% алдым. Жәрке апайға рахмет. Және де Мисаляға да рахмет. IELTS-та да біз грамматика туралы көп сөйлесетін едік ол кісімен. Ал математикадан менде үлкен бір проблема, ол уақытқа максималды түрде уақытта үлгермейтін едім. Біз ол проблеманы шештік. Тоже көп біраз практикалар шешіп бастадық. Тайм лимиттер қойып Бекзат ағаймен көп есеп шығарғанбыз. Бекзат ағайға да сәлем. Осы 2 қиыншылық. Негізі ең маңыздысы ол уақытпен жұмыс болды деймін. Бізде Бекасыл туралы бір факт, Бекасыл индивидуальный жұмысты жақсы көреді. Ол жақсы көргенде де емес, ода қабылдауы, информацияны қабылдауы. Бетке бет, бірге бір отырған кезде өте жақсы жүреді. Сол себепті біз қосымша сабақтар қоятынбыз. Кейде болатын уақыт болып қалса Бекзат ағайға қосымша өзі бірге бір отырып өзін есептерін шығаратын. Уақытым болса маған келетін, бірге бір отырып біз бірге жұмыс жасайтынбыз. Өзі индивидуальный жұмысты өте сүйеді. Бекасыл сол бұған өте көп мотивация береді и бірден қағып алады. Сондай болады. Кейбір оқушылар, мысалы, групповой жұмыстың өзінде өте жақсы алып кетеді. Бірақ кейбір оқушыларға осылай бөлек уақыт бөлу керек болады. Бекасылда именно сондай
екеуміз бірге бір отырған кезде барлық проблеманы сұрақтарын барлығын айтады, өз-өзіне өте жақсы анализ жасай алады, минусын біледі өзінің. И маған келеді, Жанерке апай, менде мынандай нәрсе болмай жатыр, осыны істеп жіберейік. 15 минут мен түсіндіріп беремін, ары қарай болды, бірден алып кетеді Бекасыл. Сондай қасиеті бар. Жарайсың Бекасыл. Енді айта кететін, атап өтетін нәрсе, сонда зияткер хайскулда әр оқушы индивидуально мұғаліммен бірге бір дайындаламын десе, сонда мұғалім оқушыға арнайы уақыт бөледі. Міндетті түрде. Оны біздің оқушылардың барлығы біледі. Ол традиция. Бір нәрсе қиын бола ма? Ағай, бүгін уақытыңыз бар ма? Ол ешкім қысылмайды ол нәрсеге, барлығы біледі. Мұғалімдер әрдайым қолдайтын, оқушыларды айтып кететін шығар өздері де. Бекзат ағай, Жанерке апай, Мисалия, они всегда готовы выделить время, чтобы помочь нам с подготовкой к экзаменам. Тіпті математикаға дайындық кезде Бекзат ағай мен Данияр ағаймен келісіп, кафеде отырып, бірге есеп шығарып отқан уақыттар көп болды. Сенбі, жексенбі Мектеп ауласынан күндері. тыс уақыттарда да, сабақ уақытысынан тыс уақытта сіздер сонда мұғалімдермен тікелей жұмыс жасай бересіздер, мұғалім арнайы уақыт бөледі. Бұл атап өтетін нәрсе, бұл кез келген мектепте жоқ. Бұндай нәрсе біздің мұғалімдер шынымен де оқушылар үшін прям барын салады. Біз балаларды жақсы көреміз бізде. Бір потенциальный оқушы келіп тұра ма, барлығын беріп тастауымыз керек. Қолымыздағы былай істе, кеттік, жүр, мен саған мынаны үйретемін. Бекзат ағай осы жерде тоже көруге болады математикасында. Шығайық, жүріңдер, сенбі күні мен уақытым бос, кеттік. Қайда барамыз? Бірге, барлық материалын көтеріп келеді, бүкіл нәрсесін алып келеді. Жанына, әр оқушының жанына отырып алып, солай түсіндіріп, өте өз ісін шебері және өз ісін жақсы көретін мұғалімдер жиналған біздің мектепте. Өте керемет. Енді Гүлсім, өзіңде қандай қиындықтар болды, бөліссең? У меня на самом деле была большая проблема с языковым барьером. У меня он был. Я знала, потому что я никогда не думала о том, чтобы поднимать свой уровень английского. Я не думала, что это мне когда-либо пригодится. Я думала, что я останусь в Казахстане, и это не необходимо. Но потом я решила все-таки взяться и податься в топовые универы своей страны. И поэтому я начала подготовку летом, но дело как-то не шло, так как индивидуально мне сложно работать. Поэтому я пришла в Зияткер, и учителя мне помогли. И также стоит отметить тоже, даже математика для меня на английском была тяжела, но благодаря Бекзату ағаю и Данияр ағаю, которые знали английский, к счастью, они сдали IELTS и набрали 6,0 баллы. И вот благодаря им я смогла набрать такой хороший балл, я считаю. Өте керемет, жарайсың. Енді бізде осы SAT емтиханнан оқушылар жоғары балл жинап жатыр. Енді жалпы жоғары балл жинау үшін SAT-ге қай кезде дайындықты бастау керек? Әрине, әр адамның уақыты әртүрлі. Мысалы, бір оқушылар болады, 2-3 айда алып кететін. Бір оқушыларда болады, мысалы, берілмей 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл дайындалып тапсыратындар болады. Мен өзім SAT-ді 3 рет тапсырғам, IELTS 5 рет тапсырған адаммын. Мен де ешқашан бірден барып тапсырдым, алып кеттім деген нәрсе болмағанда. Сол себепті әр оқушыдан өзінен зависит, бірақ кеңес береміз. Минимально негізі бір 4 ай, 6 ай дайындық болу керек. Егер усиленный, яғни күніге дайындық болатын болса, онда 2 немесе 3 айдың ішінде жақсы результаттар көруге болады. Бірақ әрине 0-ден бастайтын болса, онда жарты жыл уақыт керек болады жақсы результатқа жету үшін. Өзіңіз қайда оқыдыңыз негізі? Өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Айтып кетейін. Қайдан шыққан деп отырсыз ба? Жалпы енді 5 рет тапсырған, SAT-де 3 рет тапсырған адам бір жақта оқу керек қой. Өзіміздің Шымкент қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі химия биология бағытындағы Бақа Маратович біздің директор, өте мықты мектептен шықтым. Біздің осы Зияткер хайскулдың основателі, яғни құрылтайшылары да өзіміздің сол Ниш ХБН және де Ниш ФМ-мен де жұмыс жасаған, сол жерде мұғалім болған Олжас ағай мен Дана Ғабитовна екеуі. Оларды бұрыннан білемін, оқушы кезімнен білемін. Сол Ништің түлегімін, 2018 жылы бітіргем. Одан кейін как раз осы 9 сыныптан бастап мен IELTS-ға дайындалып бастадым. SAT-ға кішкене кешірек бастадым, өзім 11 сыныптың соңында ғана алдым. Яғни бір 8 айдай ма дайындық болды. Менде сол 8 айдың ішінде 3 рет тапсырып үлгергем ғой SAT-ді. Сөйтіп, мен Американың 20 университетіне тапсырғам. 20 университетке. Сосын арасында
21-ші қылып Германиядағы Якобс деген университетті белгілеймін. Бір осы Европадан бір нәрсе болсыншы деген сияқты. Сосын жауаптары шығып бастаған кезде Америкадан маған 4 университетке приглашение келеді. Бір университетке резерв болады. Ол мықты университет, Колгейт деген Лига Плющамен бірдей жүретін университет бар. Сол жерге waitlist болды менде резерв. Оған бір қуанып алдым. Мен оған әшейін былай көре салайыншы деген сияқты тапсырып көргем негізінде. Және 4 университеттен приглашение келді, бірақ та проживаниесі, питаниесі ол өзім қалтамнан шығу керек болды. Ал мен өте қарапайым семьядан шыққан қызбын. Сол себепті Алан маған бұйырып тұрған шығар, сол Европадағы жалғыз университетім полностью проживание, питание, тамағым, жататын орным және де оқуымның барлығына грант берді. Солай мен Германиядағы Якобс университет, қазір констрактор деп аталады, Бремен қаласында орналасқан. Осы университетте 3 жыл бойы бакалаврды оқып, бітіріп, диплом алып келдім Қазақстанға. Қазіргі таңда зияткер high school'да проферентолог, яғни кәсіби бағыт беру маманы, және SAT-ден емтихандарға оқушылар дайындайсыз. SAT-ден басында IELTS-тан да дайындайтын, одан кейін әріптестерім келіп, кішкене жеңілдеп, қазір SAT-дан ғана сабақ беремін. Өте керемет. Мінекей осындай мықты біздің зияткер high school керемет мұғалімдеріміз бар. Әрине осындай керемет мықты мұғалімдерден тәлім тәрбие білім алған оқушыларда үздік еліміздің жалпы тек қана еліміздің емес шет елдік керемет мықты топ вуздарға түсетініне де біз сенімдіміз. Бекасым мен Гүлсіммен мынандай сұрақ бар. Неге зияткер high school? Не үшін зияткер high school'ды таңдадық? Негізінде жақсы сұрақ. Ерекшелігі, біздің мектеп. Ерекшелігі бұл жерде сол мұғалімдер әр оқушыға өзінің подходын таба алады, әр оқушының өзінің көңілін тауып оған максималды түрде информацияны беру, сол маңызды себеп. Екіншіден бұл окружение, бұл жердегі оқушылардың көбісінің амбициялары өте үлкен. Сол үшін де зияткерді таңдадым. Осы. Гүлсім, сіз? Я выбрала зияткер, в первую очередь, из-за подготовки. Но также мне понравилось, что тут с утра до вечера учатся, учителя всегда готовы выделить дополнительное время для ученика. И также у нас очень гибкое расписание, поэтому иногда мы можем заменить некоторые предметы на более важные при подготовке к экзамену. И также, как отметил Бекасыл, я тут встретила много мотивированных детей. Например, как Бекасыл, он на самом деле очень мотивированный. Он всегда дает мотивацию, говорит, давай Гүлсім. Бізде бұлар тағы Назым деген бір қызымыз бар. Үшеуі сабақта ұрсат та отырады ғой. Жоқ, сенің ответің дұрыс емес, мен саған дәлелдеп беремін. Жоқ, бұны дұрыс шығарған жоқсың, сен былай шығару керек деп. Сондайда бір-біріне бірдей цель болған кезде оқушылар солай бір-бірін мотивация беріп, конкуренция арқылы бұларда мотивация болады. Айта кететін нәрсе, зияткер high school'да тек қана біз білім беріп қана қоймайды мектеп, біз де бір өзімде мұғалім сияқты сөйлеп, енді өзімді таныстыра кетейін. Зияткер high school'ның контент менеджері, диджитал маркетолог дейміз. Барлық зияткер high school'да шығатын осы подкасттарға дейін былай айтқанда менеджер ретінде, осы барлық контент мейкер ретінде осы саланың маманымын. Осы зияткер ашылғал деп те айтсам болады. Осы зияткер жалпы зияткер оқу ордалардың айналасында жүрміз. Айта кететін нәрсе, зияткер high school'да тек қана зияткер high school емес, зияткер мектебі, бізде қалада 2 филиал бар, зияткер тұран, зияткер білім ордасы, және одан бөлек біздің Назарбаев зияткерлік мектептеріне, білім инновация лицейлеріне және республикалық физика математика мектептеріне дайындайтын арнайы өзіміздің оқу орталықтары, курстарымыз да бар. Зияткер Қазақстандағы жалпы ең нәтижелі мектеп деп айтып жатамыз, және осы нәтижені осылай көрсету барысында жалпы осы Бекасым мен Гүлсімнің артынан ерген іні қарындастар сіңлілеріне жалпы мотивация болсын. Көптеген ата-аналардың көкейлерінде SAT деген қандай емтихан, IELTS деген қандай емтихан деген сұрақтарға, нует емтихандары бар. Жалпы толықтай бәріне түсінікті болу мақсатында осындай бір подкаст айдағын ұйымдастырғанда жайымыз бар. Мына жерде Жанерке Тойшыбекқызы өзінің жалпы тәжірибесімен, балаларға дайындық барысымен барлығымен бөлісіп жатыр. Енді айта кететін нәрсе, нует емтиханы бар, ол қандай емтихан?
нуэт деген біздің өзіміздің Қазақстанда орналасқан ең мықты университеттердің бірі алды деп те айтуға болады. Назарбаев университетінің вступительный, яғни осындай оқушылар бітіруші түлектерге тапсыру керек емтихан. Ол нуэтті оқушылар Назарбаев университетіне нуэт тапсыру арқылы түсуге де болады оларға, немесе SAT арқылы да түсуге болады. Және бір кереметі, бұл университет екі емтиханды тапсырып, екі жолмен де түсіп көруге рұқсат береді. Сол себепті біздің мысалы Назарбаев университетіне түскісі келетін оқушылардың арасында екі жолды да таңдап, нуэтті де тапсырып, SAT-ді де тапсырып, екі жолмен де көретіндері бар. Нуэт SAT-ға өте ұқсас, форматы жағынан да, деңгейі жағынан да өте ұқсас емтихан. Атап айтатын нәрсе, яғни критическое мышление деген части болады, бөлігі, және де математика, таза математикасы бар бөлігі болады. Кішкене ғана айырмашылығы, нуэт более математикаға көбірек уклон қояды, логика мен математикаға, математикалық тұрғыдағы логикаға, ал SAT көбіне именно текстті анализ жасауға, ағылшын деңгейіне сол жағына қарай көбірек уклон қояды. Оның математикасын салыстырмалы түрде нуэтке қарағанда кішкене оңайырақ жүреді. Бірақ екеуінің форматы жағынан өте ұқсас емтихандар. Түсінікті. Яғни нуэтті тек қана Назарбаев университетіне тапсыру үшін қолданамыз, ал SAT-ді шетелдік университеттерге және біздің Қазақстанда Назарбаев университетіне тапсыру үшін қолданамыз. Керемет, түсінікті. Енді Бекасыл, Гүлсім, сіздер нуэт тапсырдыңыздар ма? Да. Екеуі де. Тәжірибелеріңізбен бөліссеңіздер? Я сама набрала 158 баллов, и это очень хороший результат для нуэта. Поэтому я жду приглашения сейчас от Назарбаев университета. Сейчас уже начали присылать некоторым факультетам, и я надеюсь, мне тоже. Как сказала Жанерке Мижджей у нас, это больше уклон на математику, что для меня очень хорошо, потому что мне легче работать с математикой, нежели с языком. И как отметила ранее, я имею языковой барьер с английским. Поэтому для меня было легче сдать нуэт, нежели SAT. Сізге сәттілік тілейміз. Бұйырса шақырту күтіп отыр екенсіз. Бұйырса Гүлсімге сәттілік тілеп қойыңыздар. Всем здравствуйте, меня зовут Медетова Гульсум. Я закончила 11 класс школы Зияткера. В этом году я поступила в Назарбаев университет. Все благодаря этой школе, благодаря учителям, которые всегда поддерживали меня и помогли успешно сдать экзамены. Благодаря директору и заучам, которые помогли мне расписанием, сделали меня очень гибкой, чтобы я смогла хорошенько подготовиться к экзаменам. Я поступила в Назарбаев университет с такими экзаменами, как IELTS и нуэт. Нуэт я набрала 158, там, получается, я сдавала математику и критическое мышление. И также по IELTS я набрала 6,0. Я очень благодарна учителям и, в общем, всем тем, кто преподавал и помогал мне попасть в Назарбаев университет. И очень советую вам приходить в школу Зияткер. Тут все вам помогут. Бекасыл, қандай тәжірибемен бөлісе аламыз? Нуэт мен үшін негізінде өте үлкен тәжірибе берді. Ол да SAT ұқсас болғаннан кейін мен оған дайындалайын деп шештім. Мен нуэтке дайындалу барысында өзімнің математикадан және де ағылшыннан өз деңгейімді жақсы көтеріп алдым да, сөйтіп содан кейін өзім SAT-імді тапсырдым. Бекасыл үшін нуэт больше SAT-ға деген тағы да бір дайындықтың екінші бір түрі болды. Себебі Бекасыл басынан бастап негізі шетелді көздеді, ал Гүлсімде ең бірінші цель ол Назарбаев университеті болды. Сонда оқушылар SAT-ге дайындалады, нуэтке дайындалады. Бұдан бөлек бізде IELTS емтиханы бар, IELTS-тан қанша жинадыңыздар? Мен IELTS-тан 6-0 деген балл алдым. 6-0, Гүлсім? Тоже 6,0. 6,0, Менің атым Әзімхан Бекасыл. Мен ОБТ-дан 116 балл алдым. Маған Зияткер мектебі өте қатты көмектесті. Бұл жерде өте сапалы мұғалімдер әр оқушыға өзінің подходын тауып, және де айта кететін нәрсе, ол бұл мектепте өте мықты және де дамушы орта. Осы дамушы арқылы да осындай балл алуыма себеп болды. ОБТ-дан бөлек бұл мектеп мені SAT және IELTS-ға дайындады. IELTS-тан 6-0, SAT-дан 1230 балл алдым. Әрине мектеп көмектесті. Осындай балл алуыма әр оқушыға отдельный расписание дайындалды. Осы үшін Зияткер мектебіне рахмет, алғысым шексіз. Осы емтихандар арқасында мен шетелдегі Малайзиядағы университетке түстім, компьютер сайенс профессиясына. Мен Зияткер мектебіме келгеніме өкінбеймін, және де сіздерге де кеңес беремін. Қараңыздар, IELTS-ны тапсырып жатсыздар, SAT тапсырып жатсыздар, нуэт тапсырып жатсыздар,
оның барлығына жалпы ұбт бар бізде, ұлттық бірыңғай тестілеуі. Қазіргі таңда біздің оқушыларымыз ұлттық бірыңғай тестілеуінің алғашқы жаңағыдай грант ұбт-ның алғашқы жаңағыдай легіне тапсырып шықтыңдар. Бекасылда күшті жаңалық бар бүгін. Айтып кетсінші өзі, қандай бүгін керемет жаңалығың бар? Айта кетсек, мен бүгін математика информатикадан ұбт тапсырдым. Бүгін тапсырдым. Бүгін азанда достар, тапсырдым. бүгін Бекасыл ұбт азында тапсырып, кешке подкастта отырмыз ғой. Қанша жинадың? 115 балл жинадым. Керемет. Өте жоғары балл математика информатикаға 90% университеттері кез келгеніне грантқа. Соңғы 2 аптада математикадан көз ашқан жоқ Бекасыл. Математикаға дайындалып. Бекасыл, сен SID тапсырдың, оны 2 рет тапсырып жатсың. Мамырда тапсырдың, желтоқсанда тапсырдың, одан бөлек IELTS-тың бар тапсырып жатқан, NUET-тің бар. ұбт-ға қалай уақыт таптың? Негізінде осы бәрі зияткердің арқасында. Зияткер бізге өздері график құрып береді, өте гибкий график дейді ғой. Әр адамға бөлек график орнатып, өте ыңғайлы жасайды, сондықтан мен бәрін үлгерім деп ойлаймын. Үлгеруге болады сондай. Директорымыздың өзі қалай қолдайды, оқушыларды? Директор бізге мотивация көп береді. Зияткер хайскулының директоры Бағжан Серікқызына осы орайда үлкен алғысымызды білдіреміз, оқушылар атынан жалпы. Керемет. Бүгін мен шынымен де білген жоқпын Бекасылдың ұбт тапсырып, прям бүгін подкастта отырғаны. Молодец, жарайсың деп айтқым келеді. Бұйырса, енді өзің SIT-де тапсырдың, жалпы SIT-ден нәтижесі бойынша немесе IELTS нәтижесі бойынша қандай шетелдік университеттерге тапсырдың? Мен Малайзиядағы Xiamen деген университетке грант алдым. Гранттың нәтижесі аттестат алғаннан кейін шығады. Сол Малайзияда университетке көздеп отырмын. Ол грантты сен қашан алдың? Ол грантты мен қыстан кейін алдым деймін. Қыстан кейін сенде уже Малайзиялық университетте грант бар. ұбт-ны тапсырмай жатып, әлі SIT жоқ. Керемет. Одан бөлек тапсырған университеттер бар ма, әлде енді тапсырамыз ба? Енді тапсырам. Мен тамыздан бастап сол қарашаға дейін Америка құрама штаттарына тапсыру планда бар. Early admission дейді, ранняя подачаға тапсырып үлгерім келіп жатыр. Содан кейін JKS бар, JKS, Кореяны көреміз, Құдай қаласа, және жақында Саудовский Арабиядағы университеттер ашылып жатыр, Құдай қаласа жақсы нәтижелер күтеміз. Әлі де Бекасылдың жолы университетке дейінгі әлі біткен жоқ. Бекасыл бір SIT тапсырып тоқтап қалған жоқ. Әлі күнге дейін тапсырып жатырмыз. Бекасыл үшін бұлар нәтиже емес әлі. Бұдан да үлкен нәтижелерді көздеп отқан біздің керемет оқушымыз. Гүлсім, сен ұбт-ны тапсырдың ба, әлде енді тапсырамыз ба? Я вчера зашел на свой первый летний грантовский ЕНТ. К сожалению, для себя я не набрала желаемый балл. Я набрала 104 балла, но так как у меня комбинация география и математика, этого не хватит на грант. Я также подала на апелляцию, так как не согласна со своим баллом. И через 2 недели я захожу на свой второй летний грант, и я надеюсь, что в этот раз я уже наберу больше 120 баллов. Бұйырса, Гүлсімнен негізі біраз жақсы результат күтеміз. Негізі ұбт-ны бір жылда оқушы неше рет тапсырады? ұбт-ны негізінде қараңыздар 5 рет тапсыруға болады. Көбісі 4 рет деп ойлайды негізі, бірақ 5 рет тапсыруға болады. Біріншісі ол бізде январьда, қарашада тапсыратын ұбт. Екіншісі бізде наурыз айында тапсырады. Бұл екеуі бізде платный ұбт немесе пробный ұбт. Оқушылардың арасында нағыз емес, не настоящий ұбт деп те айта береді. Бірақ негізі бұл ақылы оқуға түсуге арналған ұбт екеуі. Одан кейінгі ұбт бізде 2 грант ұбт жүреді. Жаз айында, яғни май айында және де июнь айында 2 рет әр оқушыда 2 мүмкіндік болады тапсыруға. Осы 2 ұбт-ның ең жоғарғысы қандай балл болады, сонымен грант конкурсына тапсырады. Яғни бағанағы қараша немесе наурызда тапсырған ұбт-лары олар грантқа жарамайды. Осы жазда тапсыратын 2 ұбт-ның біреуі ең жоғарғысымен грантқа тапсырады. Ал енді осы 4-еуінің барлығынан өтіп болып, немесе проходной балл жинай алмаған оқушылар, немесе аяқ асты мамандық өздерінің емес екенін түсініп, басқа мамандыққа тапсырғысы келетін оқушылар, олар тағы да бір ұбт тапсыруға мүмкіндіктері бар. Ол бізде август айында, тамыз айында болады.
обычно бізде грант ұбт-ның жауабы шыққаннан кейін бір 10 август пен 17 августтың арасында өтеді. Бір ғана апта беріледі бұл ұбт-ға. Яғни бұл последний шанс бір жылдың ішінде тапсыруға. Бір жылдың ішінде оқушы 5 рет ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырады. Иә. Керемет. Біздің уақытымызда бір ғана ұбт еді. Ол жететін өтсең өттің, өтпесең келесі жылы кешенге тағы бір айтып кететін бір қызықты факт, оны қазір біраз біліп те бастап жатыр негізінде. Біздің оқушылардың қазіргі жинап жатқан SAT балдары және де IELTS балдары ұбт-ға конвертация бола алады. Яғни былай жатқанда бұлар әртүрлі нәрсеге дайындалып, еш нәрсенің бір-біріне пайдасы болмай, ондай нәрсемен айналысып жүрген жоқ та. Яғни барлығының бір-бірімен қарым-қатынасы бар, связи бар, былайша айтқанда. ұбт-ның математикалық сауаттылық және де оқу сауаттылығы осы екі пәніне SAT конвертация бола алады. Яғни оқушы балмен айта аламыз ба, мысалы? Балмен айта аламыз. Былтырғымен айтайын, себебі биылға әлі министерствомен толық бекітілген жоқ. Біз бұйрықты күтіп отырмыз ол жайлы. Бірақ былтырғы балмен айтатын болсақ, бізде 1250-ден асқан оқушыларда максимальный ұбт-ның балынан 1 балл төмен. Яғни былтыр бізде 15 болды математикалық сауаттылық, мысалы 15-тен 14 максимальный беріледі. Яғни 1250 мен 1600-дің арасында жинаған оқушыға. Ал мысалы Бекасылдікі секілді 1150 мен 1250-дің арасында болса, онда былтыр 13 балл болған тұғын. Яғни максимальный ұбт-ның балына 2 балл жетпейді. Бекасылдың әлі балы 115, одан көп болуы мүмкін, Одан көп болуы мүмкін, ол нәрсені қарап көру керек бізге конвертацияны. Және IELTS жайлы да айттым, ол IELTS-ты бұл екі оқушы қолдана алмайды, себебі бұларда таңдау пәні. Бекасылда математика, информатика, ал Гүлсімде математика, география. Бірақ ағылшын тілін таңдаған оқушыларға, яғни таңдау пәні ретінде бізде екі комбинация бар. Всемирная история, английский язык және де география, ағылшын тілі. Осы екеуін таңдаған оқушыларға ағылшын тілінен IELTS 6-дан 0 алса, максимальный 50 балға конвертация болады. Сонда ертең күні ұбт-да бала английский тапсырмай-ақ, ертең конвертациямен максимальный балды алуға болады. Немесе өзі тапсырып, азғантай бал алып қалатын болса, оны үстіне максимальный 50 бал қосыла салады. Жаңа сұрап жатырмыз ғой Бекасылдан, бұның барлығына қалай дайындалып үлгеріп жатсын деп. Оказывается, достар, бәрінің бір-бірімен байланысы бар. SAT-ға дайындалған оқушыға конвертация болып, ұлттық бірыңғай тестілеуде ұбт-да ол сізге қосымша балл болып беріледі, автоматты түрде. Яғни баланың өзі жинап тұрған балы жоғары болып тұрса, онда сол балл қойылып береді. Бірақ та конвертацияның соңында жоғарырақ балл шығатын болса, онда конвертациямен жасалынады. Негізі жылда конвертация болатыны белгілі. Белгілі. Ұлттық бірыңғай тестілеуде мысалға сол конвертация болатын пәндерді мүлдем жасамай қоюға бола ма негізі? Болады. Маған көп оқушыларда, ата-аналарда осы нәрсені сұрайды. Болады. Оқушының өзінің шешімі, бірақ мен әрдайым мына нәрсені ескеріңдер деп айтамын. Сақта қорлық жоқта емес. Бірінші нәрсе ескеру керек. Сен одан да жоғары балл жинауың мүмкін. Мысалы, SAT-дан жаңа айтып отырмын, максимальный баллдан 1 балл төменге ғана конвертация болады. Яғни, мысалы, 10 балл максимальный болса, 9 ғана балл. Болды, одан артық аспайды конвертацияның соңында. Ал оқушы өзі-ақ 10 балл жинауы мүмкін. Біріншіден. Екіншіден, одан көп жинай алмаймын десе, онда ертең күні сертификат бізде конвертациядан кейінгі балмен шығарылып бермейді официальный түрде. Сертификат сол ұбт-да қалай отырды, қалай тапсырды бала, сол сертификат шығарып береді. Ертең ағылшын тіліне 0 деп тұрғаны балаға нормальный болса, оған көнсе, онда уақытын құртпай ағылшын тілін мүлдем тастап шығып кете салса болады. Бірақ менің көп оқушыларым, Жанерке Тошыбек қыз біртүрлі көрінеді екен. Себебі январда және де мартта солай тапсырып көрді, оқушыларым біртүрлі көрінеді екен, 0 деп, как будто ештеңе білмейтін адам сияқты деп. Лучше соңына қалдырып, білетіндеріміз жазып шыға салайық деп, солай да істейтін оқушылар бар. Бұның барлығы адамның өзіне байланысты. Егер уақытым құртқым келмейді, басқа сабақтарға көбірек көңіл бөлгім келеді десе, 4 сағаттың ішінде, онда ол да дұрыс нәрсе. Немесе маған қиын емес, мен өзім белгілеп шыға салайын, өзімнің қанша жинайтынымды білгім келеді дейтін оқушылар болса, онда өздері тапсырып, одан да жоғары балл алып жатқандар болады. Керемет. Енді біз осы біздің шығарылымды сәл тамамдайық, қорытындылайық. Енді Бекасыл, Гүлсім, сіздер өздеріңіздің достарыңызға жалпы SAT, IELTS тапсырғысы келетін, жалпы ұбт-ға дайындалып жүрген оқушыларға, келесі жылы тапсыратын оқушыларға қандай ақыл кеңес, лайфхактармен бөлісетін едіңіздер?
SAT мен IELTS негізі шетелге тапсырғысы келетін SAT бойынша Назарбаев университетіне тапсырғысы SAT бойынша мен айтқым келгені математикадан Desmos деген калькулятор бар. Негізі сол Desmos'ты адам қолданып үйренсе, мен ойымша 85% есепті жеңіл әшейін калькулятордан шығарып шығуға болады. Оның тәсілдерін осы айтып кетейік, Desmos деген ол бізде SAT-дағы компьютерда орналасқан калькулятор, яғни SAT-ның өзінде компьютерда ол программаның өзінде өте қарастырылып қойған, балаларға бүкіл жағдай жасайды. Жанында компьютердің сол бір шетінде еш жаққа шығып жүрмейді, өзінің встроенный калькуляторы болады. Ол калькулятордың ішінде тек қана біздің күнделікті көріп жүрген қарапайым калькулятордан бөлек басқа да функциялары бар. Вот соны қолдануға арналған біз Данияға екеуміз Бекасылға бір кітап тауып бергенбіз. Бірақ бұл оны өзі де тауып алған екен, ізденіп жүріп. Сонымен апай мен бұны білемін, өзім де қарап жүрмін деп сол арқылы дайындалған. Ол негізінде өте көп уақыт үнемдейді. Себебі клавиатурадан цифрларды қойып, тез шығарып, уақытты көп үнемдеп алуға болады. Сол арқылы мен негізі уақытымды үнемдедім. Математикадан жаман емес балл жинадым. Ал SAT reading жайлы айтатын болсақ, ол жерде көп кітап оқу керек, міндетті түрде ағылшынша, новостилар, жаңалықтар оқу керек, және де грамматиканы өте қатты практика жасау керек деп ойлаймын. Өзімде грамматика әлсіздеу болған. Сондықтан күніге Жанерке апай мен грамматикаға көп тақалғанбыз, негізі көп жұмыс жасайтынбыз күні түні. Сол. Жақсы. Гүлсім, сен қандай лайфхактан бөлісесің? Я бы сама посоветовала прийти в Зияткер с 10 класса, ведь это намного больше времени для подготовки. Я пришла в 11 классе, и я немного жалею, что не пришла раньше. Как для меня было мало времени для подготовки, я всего 2 месяца готовилась к SAT, 3 месяца к IELTS. Стресс был, да? Да, у меня был жуткий стресс. И также мне было немного сложно адаптироваться к одноклассникам, так как они с 10 класса вместе, и чтобы присоединиться к ним, мне потребовалось некоторое время. Так что я бы очень посоветовала прийти в Зияткер пораньше. Хотя наши ученики очень Нет, они дружелюбные, но так как я каждый год меняла школу, мне немного сложновато открыться. Сондықтан егер сіз SAT-ден жоғары балл жинағыңыз келсе, немесе сіздің балаңыз жинағыңыз келсе, IELTS-тан болсын, ұбт-дан болсын, SAT-ден болсын, жоғары көрсеткісі келетін болса, онда ертерек Зияткер High School балаңызды алып келіңіз, өйткені пока сыныпқа үйренеді, және осы емтихандарға дайындық болады, және уақыттың тығыздығы барлығына әсер етеді. Сондықтан ерте келсеңіздер, жоғары балл жинайсыздар. Енді Жанерке ханым, соңғы бір осы емтихан тапсырушыларға қандай бір ақыл кеңес өз тарапыңыздан? Бір ескере кететін нәрсе бар, ол мысалы қазір емтиханға кірейін деп отқан оқушылар болса, немесе пландап отқан оқушылар болса, барлығы дайындықтағыдай идеально болмайды. Емтиханда бір моментте басқа нәрсе ойлап, мүлдем фокус ұстай алмай, немесе қатты қобалжып кететін де оқиғалар болады. Бұл өте қалыпты жағдай, бұл тек қана сізде болмайды, ол барлық оқушыда болады, көп кездеседі ол нәрсе. Бұған дайын болу керек, оны қабылдау керек. Менде қобалжу болуы мүмкін, это нормально деген сияқты біріншіден. Екіншіден, осы нәрсенің барлығын ескеретін, осы нәрсенің барлығын оқушыға түсіндіріп айтатын, мотивация беретін, бұл нормально, сен қобалжыма, ештеңе етпейді, бірінші болмаса екінші рет тапсыруға болады дейтін, осы нәрсенің барлығын айтатын мұғалімнің рөлі өте үлкен баланың психологиясында. Сол себепті әрине Зияткер High School'ды қарастырыңыздар, өтініш бізге келіп көріңіздер, біздің мұғалімдердің біліктілігін бағалап кетіңіздер. Бірақ та кез келген дайындық барысында, кез келген бір мұғалімді таңдау барысында осы нәрсеге өте көп назар аудару керек. Және де Сүндет мырза, сіз жақсы айттыңыз, ерте, дайындықты ерте бастау керек. Егер де қазір балаңыз 7-ші сынып, 6-ші сыныпта болса, ағылшын курстарына беріңіз, деңгейін көтерткізіңіз. 10-ші сыныпта бізге келіп, уже дайындықты бірден бастап кетуіне болады. Негізі Зияткер High School 1-ші сыныптан бастап, немесе 0-й сыныптан бастап дайындайды. Сондықтан курс іздемей-ақ бірден келе беріңіздер, 7-ші сынып болсын, қай сынып болсын. Және де бізде мысалы 1-ші сыныптан бастап 10-ші сыныпқа дейін бізде билд бағдарламасы бойынша оқытатын мектебіміз бар. 9-ші сыныпқа дейін. 9-ші сыныпқа дейін, кешірім сұраймын, 1-ші сыныптан бастап 9-ші сыныпқа дейін. Барлығын бір мектептің ішіне бітіріп, бұл программада да бізде Тұранда орналасқан, Зияткер Тұран деп аталады мектебіміз. Ол жақтың бағдарламасында да ағылшын тіліне өте көп
қалай айтады, өте көп мән беріледі. Бізде именно өзіміздің мектебімізден оқып 10-шы сыныпқа келген оқушыларда өте үлкен разница байқалады олардың білімінде, олардың деңгейінде. Сол себепті өте советую, рекомендую, өзім маман ретінде бірінші сыныптан бастап осындай біздің Зияткер хай-скулға дайындық ретінде Зияткер мектебіне балаларыңызды берулеріңізді кеңес берем. Енді осы шығарылымды қорытындылай кетейік. Жалпы Зияткер білім ордасы жалпы баланы бірінші сыныптан бастап анау Қазақстанның топ мектептері деп айтсақ болады. Назарбаев зияткерлік мектебі, білім инновация мектеп лицейлері және республикалық физика математика мектептеріне 6-шы сыныпқа дейін 5 сынып бойында баланы осы нәрсеге дамытып, білім беріп, мұғалімдер сол бір емтихандардан жоғары балл жинауына оқушыларға көп көмектеседі. Және де айта кететін нәрсе, былтырдан бастап осы биыл 2023-2024 оқу жылында Зияткер тұран мектебіміз, бізде Зияткер мектебі білім инновация мектебімен бірге, биылмен бірге интеграция жасап, жалпы биылдың жинаған осынша қаншама жыл жинаған тәжірибесімен бірге Зияткердің топ мектептерге дайындайтын тәжірибесімен бірігіп, комбо десек те айтсақ болады, бір жаңа жүйедегі білім ордасы қалыптасқан болатын биыл. Жеке дара программа ұйымдастырылды. Бұл жерде екі үлкен мектептің ұштасуымен сондай бір жаңа жүйе қалыптасқан болатын. Және одан бөлек қазіргі таңда Зияткердің өзі НИШ сияқты, БИЛ сияқты, РФМШ сияқты сондай жоғары деңгейдегі Қазақстанның топ мектебіне айналып жатыр. Зияткердің мектебіне түсуге де қазір грант тест тапсырып жатады. Бұл күні кеше ғана 200-ден астам бала өздерінің бақтарын сынап, Зияткердің грантын жеңіп алу үшін тест тапсырды десек те болады. Ол бір біздің жалпы Зияткер мектебінің үлкен бір брендке айналғандығының көрінісі деп білеміз. Және одан бөлек оқушы 6-шы сыныптан кейін жалпы Жанерке ханым айтқан сияқты ағылшын пәндеріне дайындалып, IELTS, SAT емтихандарын НОЭТті тапсырады, ОБТ-ны тапсырып, Қазақстанның топ вуздарына және халықаралық шетелдік мықты университеттерге өздеріне түсе алады. Бұл дегеніміз жалпы Зияткер шынымен Қазақстандағы ең нәтижелі мектеп екенінің дәлелі. Қазіргі таңда ата-ананың жалпы балаға салатын инвестициясы ол өмірдегі ең тиімді, ең мықты инвестиция деп білеміз. Сондықтан бүгінгі шығарылымда керемет SAT жайлы, IELTS жайлы, ОБТ жайлы керемет ақпарат болды. Және соңғы айтатын жаңалығымыз ол Зияткер хай-скулда жаз айларында, маусым, тамыз айларында жазғы мектеп деп бізде ұлттық бірыңғай тестілеуге ОБТ-ға дайындайтын арнайы жазғы мектепте ойластырылған. Сондықтан балаңызды жаз мезгілінде де әрі қызықты, әрі пайдалы өткізгісі келсе, онда осы Зияткер хай-скулға келіп, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалса болады. Бұл қоса кетейін, бұл жазғы мектепте біздің осы Бекасылды, Гүлсімді осындай жетістіктерге жеткізген, басынан бастап дайындаған мұғалімдер, дәл сол мұғалімдер біздің жазғы мектепте береді. Және өте арзан бағада. Өте арзан бағада, бұл символичный цена. Бізде мектепті кішкене танып білгісі келетін, сондай ата-аналарға өте керемет мүмкіндік. Дәл осындай жетістіктерді жеткізіп отырған мұғалімдер сіздің балаңызды қолжетімді бағада жазғы мектепте оқытатын болады. Бір ғана сабағына келіп көріңіздер, одан кейін Зияткердің айырмашылығын түсінесіздер деп айтар едім. Енді шығарылымды осымен қорытындылайық. Өте керемет шығарылым болды. Міндетті түрде лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса міндетті түрде SAT жайында, жалпы IELTS жайлы, ОБТ жайлы сұрақтарыңыз болса міндетті түрде жазыңыздар. Біз онда жауап университеттер жайлы боламыз. Кез келген сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Және осы шығарылымның астында толыққанды реквизиттер, телефон номерлары беріледі. Мектеп жайлы, Зияткер жайлы білгіңіз келсе, сол нөмірлерге міндетті түрде хабарласыңыздар. Келесі шығарылымдарда бұдан да пайдалы, бұдан да қызықты ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламыз. Біздерді толыққанды аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар.